Құрметті қазақ елі, ел жұрт, ұрпақ, мал, жан аман ба. Мен есім Сәрсенбаев Сәбитхан болады, мен өзім заңгер боламын, құрметті қазақ елі. Бүгін эфирге шығып отқан себебім соңғы Талғардағы қылмыскерлердің жас балаға жасаған іс-әрекетіне сәйкес бұл үлкен бізде қоғамдық резонанс болып отыр. Енді мен бір заңгер ретінде өзім көптеген істермен айналысамыз ғой. Біреуде мал қайғы, біреуде жан қайғы деген іс-әрекеттер, соны сотта жүреміз. Бірақ мен өзім Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, титулды қазақ ретінде біз өзіміз әрекет жасамасақ болмайды. Себебі ертең біз қазірден әрекет жасамайтын болсақ, ертең біздің ұрпақтарымыздың жағдайы өте қиын болады. Мына жерде қарындаш қандай керемет, қазақтың керемет жерлерін Алматы, жоғарғы Алматыда отырмын. Көптеген зәулім ғимараттар салынған. Енді осы жерде біздің қазақтың қанша пайыз тұрады деп естисіздер? Бұл жерде қазақ өте аз тұрады. Себебі жоғарғы Алматы мен төменгі Алматының айырмашылығы көп. Бұл енді урбанизация кезінде ғой, кеңес өкіметі тарқаған екен. Енді басты мәселе көшейік, құрметті қазақ елі. Мынау кешегі Талғардағы оқиғадан кейін мемлекет қызметкерлермен қатысы бар екен, жәндегі қылмыстық серкелердің туысқандықтары бар. Олардың бұл Талғар қаласында өздерінің жауапкершілікті таныған екен, осындай әрекет жасап отыр. Кезінде 1960 жылдары Италияда мафияның өршіп кеткен себебінен тура осыны Талғарда оқиға жасай берген, халықтан қорықпай, халықтың көзінше, туған аналардың көзінше бала-шағаларын кеп зорлап, мысалы жарақаттап, өлтіріп кетіп жатқан. Сол кезде Италияның жәндегі сенаты, парламенті осы мафияларды да қарсы тексеру комиссиясын ұйымдастырған. Сөйтіп көптеген нәтижеге жеткен. Сол елді демократия болу үшін. Енді біздің Қазақстан, білесіздер, 1991 жылдан бастап, егеменді алғаннан бастап, бізде 8, шамамен ұмытпасам бір 8 клан пайда болды. Бұл кланның бар кезінде өкіметте істегендер, бұлардың бәрі өзі оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс болып, орталық болып бөлініп алған, немесе осы кезінде бұрынғы мемлекет басшысының қасында жүрген белгілі қылмыстық немесе осындай өкіметке жабысып, кабинетке отырып, осындай топтар құрбаған, былайшықанда бұлардың да кландар дейді. Енді бұл кландар тұрған кезде қазір жаңа Қазақстан құру мүмкін емес. Себебі ол кландар кабинеттен айырылмас үшін осы Қазақстанды бір қаржы ұрлап, өздерін бір гастарбайтер сияқты сезінеді. Олардың бір көріп отырсыздар, Дубайда азаттық телерадиосы көрсетіп жатыр. Дубайда көптеген микрорайондарда осы Қазақстанда мұнай саласын көптеген министрлерде қызмет жасағандар үйлер алып алған, баспана алып алған, былайшыққан Дубайдың тең жарысы қазақтан ұрлаған қаржы деп қаржыға салынған үйлер болып тұр. Енді біз басқа не істейміз? Мына жағдайды білесіздер. Кеше заңсыз референдум өтті, халықтың 71% дауыс бергендей көрсетіп жатыр. Оған кім дауыс береді? Бұл Ресейге былайшыққанда қазір санкция салған кезде бұл Қытай тікелей қаржы берудің орнына бұл сақтық жолмен Қытайдың өзі де санкция тұтқамас үшін бұл осындай арнайы схема жасады. Бұл схемада, жобада Қазақстанға атом электр станция салатын Ресей, бірақ қаржыны беретін, жәндегі кредитке берген, несие берген Қытай болып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде Қытай тікелей өзі әлемнің санкция түспеу үшін осыны жасап отыр. Енді бұл ертең болашақта Балқашта, білесіздер ғой, 22 жылы қаңтар айында сақалдар көбейіп кетті, жәндегі террористер деген халықты ата бастады. Оның бәрі маневр жасаған түсінікті. Кезінде Айсұлтанның өзі айтып кеткен еді. Біздің Алматы таудың арасында 400 дейма шамамен осындай қылмыстық топта жиналған сақалдар деп. Енді ертең Балқашқа атом электр станция салынсын, немесе салынбасын, немесе бастап жатсын салған кезде тура соның қасында Саршаған немесе Приозерск деген Ресейдің жалға алған полигондар бар. Көрдіңіздер ме? Екеуінің арасы жақын. Ертең бұл Балқаштың жанында сақалдар көбейіп кетті деп және қойылымдар жасап, ертең Қазақстанның қақ ортасына немесе Қытайдан, немесе Ресейден әскери базаларымен қоршап, Қазақстанды екіге бөліп жіберуі мүмкін. Мынау Қызылорда жақта, Байқоңырда бір бөлім болса, енді мына жақта енді Балқашықтан басталған. Бұл біздің оңтүстік пен солтүстікте
бөліп отыратын екі күш болып тұр енді. Соны не істейміз енді? Бұл ертең болашақта біздің әрекетсіздігімізден біздің ұрпақтарымыз құрбаны болады. Елімізден, жерімізден айырылу қалуымыздан мүмкін. Бірақ осы жаңа айтып отырмын ғой, 8 пландар, олар біздің еліміздің кезінде ескі жүйе кезде бұлар қаржысын, қалтасын толтырған, бұлар байлықтарынан айырылғысы келмейді, кабинеттен айырылғысы келмейді. Бұлар осы дүниеден айырылмас үшін жаңа Қазақстанмен келісімге тұрып, бастысы қызметтен айырылмасам болды деп қалған кез келген жобаларға бұлар бастамашыл көмектесіп кетуі мүмкін. Бірақ біз қарағалы қазақ кім? Себебі олар мемлекеттік қызметкерлер өздерін бір гастарбай ретінде сезініп отырып, олар өзіне ертең кез келген уақытта бала шағасымен қашып кетуге дайындалып отырған шығарды мүмкін деп ойлаймын. Сол себептен біз әрекет жасау керекпіз. Ол қандай әрекет? Мысалы, бізде көптеген блогерлер бар. Ол блогерлер дұрыс әлеуметтік желіге шығады. Оның ішінде пиғыл нашар блогерлер сол жәндегі аудан әкімшілігімен немесе сөйледің жәндегі саясат бөлімдерімен келісімге келетін болса, ол жәндегі өзінің әлеуметке шығарған мәселесін қайттан алып тастауы мүмкін, немесе қаржы алуы мүмкін, немесе кейбіреулердің ақша алған кезінде жәндегі алаяқтықпен жәндегі ақшаны жәндегі талап ету деген бабымен оларды қамап жатыр. Ал енді қараңыздар, бізде мықты журналист заңгер бар, бұл оңтүстікте танымалы С-информ деген баспасөз бар. Ол кісі қандай әрекет жасайды? Осы уақытқа дейін өзінің дәлелдеген себептері. Ол кісі бірінші С-информға хабарлайды жемқорлық қылмыс туралы, екінші өтінішпен арқылы құзырлы